Барыстарыңызға қайырлы күн. 2024 жылдан бастап Қазақстан Республикасының барлық 18 жасқа толмаған балаларының счетына болашақта үй алу немесе білім алу мақсатында ақша қаражаттар түседі. Қазір мен сіздерге сол ақша қаражаттарын қалай тексеру керектігін көрсетемін. Ол үшін сіздер NPF деген приложение бар, соны скачать етіп алыңыздар өздеріңізге. Менде ол уже дайын тұр, соны ашасыздар. Ашқан кезде бірден сіздерге ең бірінші национальный фонд детям деп тұр, соны басасыздар. Так, мына жерде астына түсіресіздер де өзіңіздің балаңыздың иін жазасыздар. Проверить деген басасыздар. Міне, бізде шықты баланың туылған жылы, яғни иіні бәрі шықты. Сонымен қоса қанша ақша түскені көрініп тұр. Мына жерде қарасаңыздар, $100, 100 ақш доллары түскен. Мына жерде теңге деп бассақ, яғни 45 мың теңге түсті бұл баланың счетына. Мінекей, дәл осылай өзіңіздің балаңыздың счетындағы ақшаны тексеріп алыңыз, және де міндетті түрде өздеріңіздің достарыңызбен, туыстарыңызбен бөлісіңіз, олар да біліп жүрсін.